Қақаған қарарала соғып боран, ел үрей көк найзалы жау торыған. Байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан. Еріксіз 18 жас мінгізді атқа, бір Жамбыл бөлінгенде екі жаққа. Бір жағы қайнап өскен қалың елім, бір жағы атқа мінген бай мен датқа. Жамбыл Жабаев 1846 жылы ақпан айының 28 күні Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастаған. Бозбала шағынан ортасын ән мен жырға кенелтіп, көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылған. Сол кезде Жамбыл жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолығып, оның батасын алады. Жамбыл шағым, жылқышы, шәбденге, сәт сайланарда, өстепке де, патша әмірі тарылды, зілді бұйрық сияқты өлеңдерінде елдің әлеуметтік саяси өмірін көрсеткен. Жамбылдың шығармалары әлемнің ондаған тіліне аударылып, дүние жүзіне таралады. Жамбыл көзінің тірісінде КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған. Жамбыл 1945 жылы маусым айының 22-сінде Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде 99 жасында дүниеден өтті. Ұлы қазақ даласында сан ғасырлық жолдан өткен жыраулық мектеп бар еді. Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет, Жиембет, Бұқар, Ақтанберді, Үмбети, Қаблиса, Сүйінбай сынды жыраулар өмір сүрді. Ауыз әдебиетінің алыбы Жамбыл Жабаев та осы жыраулық мектептің соңғы өкілі десе де болғанда еді. Ол «Менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен Сүйінбай» деп өмірін өлеңге арнады. Атақты Майкөт пен Құлманбетті жеңіп, Жетісудың бірінші ақыны атанды. Елімнің жақсыларын таныстырған ой жырым, қызыл тілім сенің арқаң деген Жамбыл баба қандай құрметке де лайық.